Қайырлы күн, Әуезов ТВ YouTube арнасының тұрақты көрермендері, эфирде зияткер интеллектуалды ойыны. Әрине, бұл ойынды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің колледжі ұйымдастырып отыр. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында ұйымдастырылып отырған бұл сайысқа қаламыздың 18 колледжінен 18 команда өтінім білдірген. Кеше 1-8 ойындары өтті. Жеңіске жеткен 9 команда бүгін 1-4 ойындарына жолдама алған. Біз бүгін 1-4 ойындарының алғашқы сайысын бастайтын боламыз. Сайысқа қатысатын командалармен рұқсат етсеңіздер таныстырып өтейін. Менің оң қанатында отырған Орта Азиялық жоғары медициналық колледжінен құралған УАЖМК үздіктері. Команда капитаны Азатов Руслан Мырза. Қош келдіңіздер. Менің сол қанатында отырған Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледжінен құралған ГЭК жастары командасы. Команда капитаны Үсенов Дидар Мырза. Енді ойынның ережесімен қысқаша таныстырып өтейін. Командаларға 6 сұрақ қойылады. Команда капитандары кезегімен сұрақты таңдайды. Сұрақ таңдаған командаға 1 минут уақыт беріледі. Егерде 1 минутта команда дұрыс жауап бере алмаса, жауап беру құқығы қарсылас командаға берілетін болады. Егерде сұрақты таңдаған команда 1 минутты пайдаланбай сұраққа бірден жауап беретін болса, үнемделген 1 минутты келесі сұраққа пайдалануына болады. Егерде командалар тең түскен жағдайда, онда команда капитандары өзара сайысатын болады. Қойылған сұраққа жылдам әрі дұрыс жауап берген команда капитаны командасымен бірге келесі кезеңге жолдама алатын болады. Егерде сұрақтың жауабы кішкене бір күмән тудыратын жағдай болатын болса, онда біздің арнайы сарапшыларымыз бар. Абишев Рахымжан мырза мен Сандыбаева Сандуғаш ханым. Ережелермен таныстық, командалармен таныстық. Ендеше біз алғашқы сұрақты қоятын боламыз. Сұрақты таңдайтын ГЭК жастары. Дидар мырза, мархабат, сұрақ таңдаңыз. Бірінші сұрақ. Сұрақ. Мұхтар Әуезов ұлы Абайға байланысты қандай ғылыми кітабын жарыққа шығарды? Уақыт кетті. Міне, әрине біздің ГЭК жастары сұраққа 1-1 минутты пайдаланбай жауап береміз деп отыр. Дидар мырза, кім жауап береді? Бұл сұрақтың жауабы Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазып шығарды. Ол 4 томнан тұрады. Абай жолы романын жазды дейді. Әрине, біз жауап беру құқығын келесі командаға беретін боламыз. Сіздерде 1 минут уақыт бар, ойланып аламын десеңіздерде, жауап беру құқығы сіздерде. Уақыт. Мұхтар Әуезов ұлы Абайға байланысты қандай ғылыми кітабын жарыққа шығарды? Уақыт болды ма? Уақыт. Руслан мырза, кім жауап береді? Біздің топтан Диана жауап береді. Біз де Абай жолы деп ойлаймыз. Сіздер де Абай жолы деп ойлайсыздар. Абай жолы дегенді ГЭК жастары жауап берген, бірақ біз оны дұрыс емес деп қабылдадық. Сіздер де дұрыс емес жауапты дұрыс деп қайтып айтып отырсыздар ғой сонда. Жақсы. Ал енді бұл сұрақтың жауабы Мұхтар Әуезов ұлы Абайға байланысты Абай Құнанбаев монографиясын жарыққа шығарған екен. Әрине, сұрақтың жауабы дұрыс емес, ұпай ешкімге берілмейді. Енді, Руслан мырза. Өтте қызықты сұрақ. Мұхтар Әуезовтың
Валентинадан туған тарихшы қызының есімі кім? Уақыт кетті. Руслан мырза, Уашымка үздіктерінің жауабы дайын екен. Тыңдап көрейік, кім жауап береді? Біздің топтан Ұлықбек жауап береді. Біз ойлаймыз, Мұхтар Әуезовтің 3 қызы бар, оның 3-ші қызы Айым деп ойлаймыз. Айым. Сіздердің жауаптарыңыз Айым. Жақсы. Гек жастары, Дидар мырза бар ма сіздердің жауап? Бізден Бекзат жауап береді. Біздің ойымызша Миғуля деп ойлаймыз. Кім? Миғуля. Миғуля? Миғуля деген қазақ тілінен аударғанда Мағрипа деген. Жақсы. Түсінікті, жауаптарыңыз түсінікті. Мұхтар Әуезовтің дұрыс жауабын тыңдайық. Валентинадан туған тарихшы қызының есімі Ләйла Мұхтар қызы Әуезова екен. Әрине, жауап дұрыс емес. Әзірге ұпай ешкімге берілмейді. Есеп 0-0. Дидар мырза, сұрақ таңдаңыз. 2 сұрақ қойылды. Екеуіне де дұрыс жауап ала алмадық. Әуезов шығармашылығында Ғазиза есімді жазықсыз, бейкүнә бойжеткен қаскөйлердің арам пиғылы салдарынан көз жұмды. Аталған оқиға жазушының қай шығармасынан алынды? Уақыт кетті. Әуезов шығармашылығында Ғазиза есімді жазықсыз, бейкүнә бойжеткен қаскөйлердің арам пиғылынан көз жұмған. Аталған оқиға Мұхтар Әуезовтің қай шығармасынан алынған екен? Қазір 35 секундтан кейін дұрыс жауабын білетін боламыз, достар. Уақыт, Дидар мырза. Біздің жауабымыз еңлік кебек. Сіздің жауабыңыз еңлік кебек. Руслан мырза, жауап бар ма сіздерде? Жоқ, бізде жауап жоқ. Жауап жоқ. Жақсы. Бұл сұрақтың жауабы Ғазиза есімді жазықсыз, бейкүнә бойжеткен қаскөйлердің арам пиғылынан көз жұмған. Аталған оқиға Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күні шығармасынан алынған екен. Әрине, өкінішке орай сұрақтың жауабы жоқ. Біз әрмен қарай кеттік. Руслан мырза, сұрақ таңдайық. Командаларға 3 сұрақ қойылды. Берілген 6 сұрақтың 3 сұрақтың да нақты дұрыс жауабын ести алмадық. 4-ші сұрақ.
патша өкіметінің саясатына қарсылық білдіргені үшін. Патша өкіметінің саясатына қарсылық білдіргені үшін 1909 жылы Семей түрмесіне қамалған қоғам қайраткері кім? Уақыт кетті. Жауабымыз дайын деп отыр. Біз дұрыс жауапты естейтін шығармыз. УАЖМК үздіктері командасы. Руслан мырза, кім жауап береді? Біздің топтан Ұлықбек жауап береді. Біздің ойымызша Ахмет Байтұрсынұлы деп ойлаймыз. Сіздің ойыңызша Ахмет Байтұрсынұлы патша үкіметінің саясатына қарсылық білдірген үшін 1909 жылы Семей түрмесіне қамалған қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынов. Төртінші сұраққа дұрыс жауап алдық. Есеп 1-0. УАЖМК үздіктері алда келе жатыр. Сұрақты таңдау құқығы қазір. ГЭК жастары Дидар мырза, мархабат. Өте оңай тас. Қандай тастар көлдер мен теңіздерде болмайды? Бірден жауап. Біздің топтан Аяжан жауап береді. Сұрақта қандай тастар көлдер мен теңіздерде болмайды дегенбіз? Көлдер мен теңіздерде құрғақ тастар болмайды. Құрғақ тастар? Көлдер мен теңіздерде құрғақ тастар болмайды. Өте дұрыс. Дұрыс жауап. Есеп 1-1. Келесі сұрақ. Руслан мырза. Өте оңай сұрақ түскен екен. Өте оңай сұрақ. Міне УАЖМК үздіктерде өте оңай сұрақ түсіп отыр. Ең үлкен және жігерлі құстардың бірі. Бұл құс ежелгі дәуірден бері бар. Бұл сұлулық пен сүйіспеншіліктің, тазалық пен талғампаздықтың символы болып саналады. Бұл құс халық ертегілерінде көп айтылады. Ежелгі әңгімелердің бірінде бұл таңғажайып әдемі құс өлер алдында ән айтады. Бұл қандай құс? Ең үлкен және жігерлі құстардың бірі. Бұл құс ежелгі дәуірден бері бар. Бұл сұлулық пен сүйіспеншіліктің, тазалық пен талғампаздықтың символы болып саналады. Бұл құс халық ертегілерінде көп айтылады. Ежелгі әңгімелердің бірінде бұл таңғажайып әдемі құс өлер алдында ән айтады. Қандай құс? Естеріңіз... Жауап дайын деп отыр. Сонымен Руслан мырза, кім жауап береді? Біздің топтан Рухшан жауап береді. Біздің топтың жауабы қыран құс. Қыран құс. Сіздің топтың жауабы қыран құс. ГЭК жастарының жауабы бар ма? Біздің жауабымыз самұрық. Самұрық. Сіздің жауабыңыз самұрық. Енді бұл жерде сұрақтың жауабы негізі сұрақтың ішінде тұр деп ойлаймын. Сұлулық пен сүйіспеншіліктің, махаббаттың символы десек те болады. Бұл қандай құс екен? Қандай құс? Ол әрине аққу болатын. Аққу болатын. Әрине ұпай ешкімге берілмейді. Өте оңай сұрақ болатын. Енді сұрақты бітті ғой сұрақ? Сұрақ бітті. Есеп 1-1. Біз енді командалардың капитандарын сайысқа түсіретін боламыз. Команда капитандар қалсын. Қымбатты достар, есеп 1-1 тең түсті. Қазір команда капитандары сайысқа түседі. Сұрақты қоямыз. Кім бірінші болып қоңырауды басады, сол жауап береді. Дұрыс жауап берсе, командасымен бірге келесі ойынға жолдама алатын болады.
Команда капитандары мұқият болыңыздар. Руслан мырза, Дидар мырза, сіздерге қойылатын сұрақ. 32 жауынгердің бір қолбасшысы бар. Тіс пен тіл. Сіздің ойыңызша тіс пен тіл. Жақсы. Орта Азиялық жоғары медициналық колледжі, УАЖМК үздіктері. Команда капитаны Руслан мырза тіс пен тіл деп жауап берді. Сөйтті де келесі ойынға жолдама алды командасымен бірге. Құтты болсын, құтты болсын. Мінекей қымбатты достар, есеп 2-1. Орта Азиялық жоғары медициналық колледжінен құралған УАЖМК үздіктері жеңіске жетті. Келесі кезеңге жолдама алды.